Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін өте ерекше дәмді салат әзірлейміз. Бізге салатқа краб таяқшалары қажет болады, қаттылау сыр қажет болады, жұмыртқа және бір тал чеснок, салат жапырақтары немесе романа жапырақтары, 2 қызанақ және петрушка, көк шөптері қажет болады. Енді біз краб таяқшаларын және ірімшікті, 2 жұмыртқаны, чеснокты барлығын теркадан өткізіп, бір ыдысқа саламыз. Барлық заттарды теркадан өткізу өте маңызды. Салат сонысымен өте нәзік болады. Піскен күріш қосып жібереміз кішкене. Және қызанақтарды майда 4 бұрышты етіп қосамыз. Қызанақ сулы болса, сулы жерлерін алып тастаңыздар. Егер құрғақтау қызанақ болса, түйелдей турап қосыңыздар. Енді романа жапырақтарын, кәдімгі салат жапырақтарын қоссаңыздар да болады. Осы жапырақтарды және петрушканы майдалап турап қосамыз. Салатымызға кәдімгі майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болып қалды. Бір келкі етіп араластырып болғасын тәрелкемізге саламыз. Салатымыздың подачасы өте ерекше әдемі болу үшін осындай үлкендеу тәрелкенің бір шетіне салатымызды орналастырамыз да гранаттарды тазалап үстінен сеуіп қойып шығамыз. Салатымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, комментарийға пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.